Селям алейкум, урметлі серджілер. Бу ЮАТВ біз сізлерге дүнияда ве Украинада олып кечкен вақалар ақында хабер етеміз. Бүгін маясының 5-ші жұма күні. Русия ишғал етілген Қырымда меджлес фаалиетіні ве Украин тілінің угретуыны мусады етмелі. Бұның еле ярымадаға меджлис етікчілеріне кіріш ясағыны лягу етме керектір. Авропа Шурасының комитеті ишғал етілген Қырымда инсан ақыларының бозылуы үшін месулиет Русияда олғаныны білдіре. Бұл Авропа Шурасының баш идаресі органның Қырым меселесі бойынша бірінші қарары олғандыр. Бұл ақта Украина тыш ишлер назерлігі білдіре. Мұнда Авропа Шурасының қарарыны Украинада Русия Федерациясы тарафындан алып барылған айырымларының танылмасы оларақ адлайлар. Ве Украинаның топрақ бүтінлігі, мұстақылығы қандаки Авропа мевамының невбеттеке делелі оларақ таныйлар. Эммануэль Макрон устун чыка. Франкистанда эки президент намзетінің теледебатлары кечірілді. Макрон ве Марин Ле Пеннің майысының едісінде олажақ сайлавларының арфесінде кечірілген сон кемуна қашадар. Макрон сайлавларда біріншілікні қазанмақта. Ичтимai хизметлерінің соравларына көре, Фрэнк серджелерінің чоқысын Макронның намзеті озыны ғайет яқшы көстергеніне емендір. Эки саат девамында намзетлер бір-біріне қабатларыны білдірді. Терроризм, иқтисадият ве Авропа келечегі кебі мевзоларны музыкере етті. Ичтимai соравларға бинайын Эммануэль Макрон сайлав ярышында біріншілікні қазана. Она сайлавларда сайлайчыларының 59%, Ле Пенге есе 41% қол тұтмаға азыр. Украина девлет малюматының айдынлығы жедвелінде біраз көтерінді. 24-түнжі ярны алған. Бұлтыр 54-түнжі ярде тұрған еді. Бұл Global Open Data Index араштармасының нәтижелерідір. Баш назир Владимир Гройсман айтқаны кебі, бұл нәтиже үкімет фаалиетінің айдынлығыны таздықлаған да бір дәлелдір. Чүнки сонки елдавамында назирлер кабинеті ачық малюматларының екене порталыны ишлеп чықарды. Сербест и решим üçün бір сыра реестрін açты ве ачық малюматларының халқара анлашмасына қошылды. Рейтингде бірінші ярны Австралия ве Тайвань алғанлар. Украина янында Гонконг ве Полония тұра. Паспорт ве аттестатсыз ишғал етілген Қырым ве Донбасс мезунларына Украинали оқу йортларына қабул етелер. Бұқта тәфсилатлы жа мұхбирамыз тариф етер. Паспорт ве аттестатсыз ишғал етілген Қырым ве Донбасс мезунларына Украин али оқу йортларына қабул етелер. Бұл мақсат үшін Қырым, Украина ве Донбасс Украина тәсіл меркезлеріні тәшкіл еттілер. Қырымдылар үшін мемлекет бойынша более 30 меркез çalışа. Ишғал етілген Донбасс мезунлары үшін 26. Олар айны регионларда, Киевнің незареті алтында олған территорияларда ерлештірілген. Тыш мұстақыл қимет кесув ЗНО сертификатыны елде етмеге істегенлер аризаларыны, доғу вақында шәдетнемелері, яда Украин паспортларыны июнның 19-дан башлап, ишбу меркезлерге бермек керектір. Бұндан сон тәсілбейен немесі толдырыла. Қырымда весақты жұмхуриетлерде берілген аттестатлар Украинада танылмай. Июльнің 3-12 арасында Украин тілі ве Украина тарихи фенлері бойынша имтианлар беріле. Бұл тыш мұстақыл қимет кесувдыр. Учинжі кіріш имтианы али оқу йорты тарафындан белгілене. Для высших начальных закладов. Ярыны дыныштырген али оқу йортлары үшін бұтын иқтисаслар бойынша девлет сымарашының мигдары қайд етілген. Донецк ве Луганск вилаятлерінде Украина незареті алтында алған территорияларда ерлешкен оқу йортлары үшін есе табият шынаслық иқтисаслары бойынша сымарашлар белгіленген. Яғни ярышта иштирак етежек абитуриент сайынаған иқтисасы бойынша не қадар бюджет ерінің бар олғаныны евелден білежек. Донецк вилаятының Дружевка қасабасында яшаған Оля мектепні екінлегенде қасабасы ишғалде олажағындан қасевет кечеді. Частына қасабасы азат етілді. Ама ишғал етілген территориялардан келген студентлерінің имтиязлары онада айыттыр. Қырым ве ишғал етілген Донбасс студентлері яшаве оқув üçün зүрири шейлер елетемінлейлер. Ишғал етілген территорияларда яшаған ве Украин университетлерінде оқымаға істеген студенттерінің сайысы ел-елдан арта. Ишғал етілген Қырым ве Донбасста алынған тәсіл Русияде біле танылмай. Четер мемлекетлері ақында айтмаға ажет білі yok. Біріншіден табейки бұл диплом дүнияда танылмай. Русияның өзінде де она мұнасибет шүбеледір. Оның үшін студентлер ве ана бабалары
Украин дипломыны алмаға керек олғаныны анлайлар. Ал азырда Таврия университеті ел девамында Қырым студентлеріні қабул еті біле. Шының үшін Қырымдан студентлерінің ақымы битмей. Яшав еріне бақмадан Украин студентлеріне лайық тасил бермек дәлетін esas вазифесыдыр. Оның үшін тасил назерлігі ұзақтан тасил алуф мектеплерінің сайысыны арттыра. Бұл система ишалетілген ве сервис территорияларда тасил алған талебелер үшін муафақиятледір. 9 яда 11 сыныфны экстерн шекілінде яда ұзақтан бітірген мезун тасил ақында мутинаси весіқаны ве анги али оқу юртына кірмек имкениетіні елде еті. Иштирак бюджеті лейхасы Украинаның 10 шерінде чалыша. Оның сайысында инфраструктура инкешаф еті. Спорт объектлері янартыла. Бала мейданчықлары құрула де білдіре Украина баш назиры Владимир Гройсман өз Facebook сайфесінде. Оның сөзлеріне көре Киевде елның сонuna қадар әке инклюзив мейданчығы пейда олар. 60 әке лейха амелге кечірілер. Программаға бинайын ватандашларының акимиет или актив ишбарлығы назарда тұтыла. Бірлешкен жемиет тәртібіндегі мескүн ерлерінің сәкенлері шер бюджеті парасының насыл венеге масраф етележігіне өзлері қарар бережек. 1% қадар, яғни 100 бинлерже гривнаны масраф ете білежеклер. Украинлілерінің Қырым оғырында күреші Русиялілерінің масқара олып кетмеге мечбур етер. Бұки бұл сөзлернен Авропа Шурасы Назерлер комитетінің ерімада вазиеті бойынша қарарыны Ирина Геращенко изатлады. Facebook сайфесінде юқары раданың спикер муавины қайды еткені кебі бұл ниет қасиветінің білдіруі дегілді қатты қарардыр. Геращенконың сөзлеріне көре, бұл қарар Украина кемиеті Авропа шереклері ве файлерінің актив мевамы сайысында алынды. Москваны Қырымдытар халқы ақларының бозылуыны тоқтатмаға чағардылар. Русияда Украинаға четел одунч системалары вастасынен пара ебермесіні ясақлаған канун амелге кечті. Экибин 16 октябрь айында Киев Малия арачыларының фаалиетіні бір елға сынырлаған еді. Шу сырыға Золотая корона лидер ве Юнистрим системалары кірген еді. Жевап оларақ Девлет Думасы Украинаға пара ебермесіні сынырлаған канунны қабыл етті. Русия президенті Владимир Путин весиқаны апрельнің дортуынде имзалады. Қырым татарларының тынтуы ишғал етілген ақмешжетте Русияның қанун құруйжылары Тофик Абдулгазиевның евіне келді. Весиқаларны қыдыра еделер. Тұтып алынған шей жоқ. Телефон ве компьютерлерінің бақып чықтылар. Ерлі фаалге бірден семедешлері қол тұтмаға келді. Бұл себептен тынтуыны кечерген шахыслар кетмеге мечбур олды. Амма бираздан Абдулгазиевге телефон етіп, оны ақмешжеттеки экстремизмге қаршылық бойынша меркезге келмеге чағырдылар. Бұны адлиеже Деймс Медляев білдіре. Изаат пармақ излерінің ве фото чықаровыны фаал рет етті. Сонки айларының девамында экстремизмге қаршылық бойынша меркезде онларнен Қырымтатарға меморий протокол тізілді. Бұндан сон оларны СИЗОға 12 ве 15 күнге йолаған еділер. Провели опрос. Сораштырдылар. Біз вазгечті Қырым татары Меметовның ғайып олуы бойынша женайы ішінің черчевесінде бұл ресми версияларыдыр. Тофикны азат еттілер. Азырлық сонуна етмекте. Киевде Евровидение 2017 ярашының Eurovision Village адлы мұхлислер зонасының ачылышы оғынды. Сонки азырлықлар девам еті. Еврошерчігінде әнді сана, лаунж-зоналар, серджелер үшін ерлер, фудкорт ве малюмат ноқталары бар. Еврошерчігі инсанларны әр күн 12-22 саатлер арасында беклей. Ері финаллар ве финал күнлері шоуның бітмесіне қадар. В сердце столицы напротив Киевской. Украина пайтахның юрегінде Киев мемориеті қаршысында Евровидение шерчігіні мейданға кетірділер. Мейданлығы 10 учбин кариметрны тәшкілеті. Eurovision Village'ның инжісі санасыдыр. Манда концерт ве шоуның жанлы яйынлары көстерілежек. Янындаки 70 метрны фуд-кортлар ала. Мында мұсафірлерге дүнияның 9 мемлекетінің ашлары тәклиф етілежек. Тәшкілетчілар ұнытылмайжақ шоуны тәқдім етмеге вады еті. Удивлять будем световым шоу.
Işıklar programmasının ayrıca kaldıracakmız. Çünkü sol tarafımdaki KMDA binası parlak şekilde yarıklatılacak ve sana yarıgının birleştirecektir. Sanada tek Ukrayna artistleri de gülde Evrovidение iştirakçileri de çıkışta bulunacak. Konsertlerinin geçirilmesi erkunge planlaştırıla. Sana ardındaki ekranlarda yer yarışının bütün tedbirleri gösterilecek. Açılış merasiminden finalga kadar. Sana o gündeki muhlisler zonası seyirciler için hazırlanılgan. Mında insanlar tura oynay, artistlerin çıkışlarını seyretebilecek. Karşısında şerikler zonası olacak. Üçüncü sektorda takırdata buravnen teşe ve kurallar. Mında eğlenceler zonası meydana getirildi. Mında ping-pong oynamağa mümkün olur. Oyun için 3 masa koyulacak ve zin ve keyifni DJ yaratacaktır. Bizde dekoratif DJ Yeti olacak. Yeti kostümünü giygen biri tutkuçlarını vuracak ve herkes için müzikanı çalacaktır. Birkaç metreden paytakta olup Harkiv'e düşemiz. Şehir kırışı o günde olan yazıdır. Herkes davet edildi. Çadırda yerli medeni zenginlik takdim edildi. Çanak çölmek, livan ve hatıralıklar. Divarlarında parlak balar isimlerini görmege mümkün. En meraklısı balar resimlerinin sergisi. Bu 150 iştirakçı mektepnin talebelerinin resimleri. En güzel resimlerini şehir yarışında senladılar. Harkiv balaları o şehrin Evrovidение yarışındaki iştirakını tasvir etti. Harkiv'den gayrı öz divarlarını mında Odessa ve Lviv yarıştıracaklar. Onlarını Evrovidение 2017 yarışını kabul etmege isteyen şehirler olarak davet ettiler. Erkun muhlisler zonası 20.000 insanı kabul edebilecek. Mında 20'den kadarıcı çerçeve koyulacak. Teşkilatçılarının aytkanına binaen, nöbetlerinin olmaması için bu sayı yeterlidir. Yüksekliği 35 метр, 18 akustik sistemасы ve aman-aman 700 şema. Kiyev'nin da bir bezegi. Paytahtın merkezi meydanında yarık muzikalı şardivan açıldı. Kompleks kararının 3 yıl devamında çalışmay turaydı. Menlikin kılabı vaktında bozulgan edi. Temir işleri vaktında sistemanın buyu kısmı deneştirildi. Pompa donatuvu, avtomatika ve granit elementleri koyuldu. Kompleksin video nezareti sisteması var. Kısımlarının çoğusu Ukrayna yapıvıdır. Esasen klasik müzika yangarayacak. Aprel ayında Kiyevliler tarafından saylanılgan eserler. Şardivan akşam saat 9'dan saat 11'ye kadar çalışan. Bazar ertesi gününden gayrı erkun. Bunun biz sizlerden sağlıklaşamız UATV ile kalınız. Görüşkence.